Екі кеменің басын ұстаған суға кетеді. Не үшін екенін білгілеріңіз келсе, осы видеоның соңына дейін қараңыздар. Менде екі дүкен болды. Біріншісі дидактикалық материалдарды сататын дүкен, екіншісі классикалық үлгідегі осындай керемет киімдерді сататын магазинім. Екі бизнесті қатар алып жүру менің энергиямды, қаншама күш-жігерімді талап етті. Сондықтан да біреуін таңдауды шештім. Түнде истихара намазын оқыдым, яғни Алла тағаламен сырластым. Түсімде Алланың әмірімен Ыбырай Алтынсарин, жазушы, ағартушы ақын атамызды көрдім. Бірден түсіндім, яғни мен дидактикалық материалдарды сатуым керек екен ғой. Яғни өзім мұғалім болғаннан кейін сол нәрсе маған жақын екенін Алла тағала нұсқады. Сөйттім де бар ақшамды аямай Қытайдың тікелей зауыттарына салдым. Өзіміздің брендпен жасақталған өнімдерді шығарып жатырмын. Алдарыңызда жайнап тұрған дүниелердің барлығы отандық өнім. Егер сіздер қолдайтын болсаңыздар, бұнымен тоқтап қалмаймыз. Қазақ балаларының сауатты болуына 10% болса да өз үлесімді қосқым келді. Мені қолдаңыздар, мен эксперт Айтолқын Мажитқызы, дидактика бастау парақшасының админі боламын. Бастауыш сыныптың экс-маманы. Дәл қазір осы видеоны өз әріптестеріңізге жолдап, астына комментарий жазып, бізді қолдап кетіңіздер.